Бәріне сәлем, сіздермен бірге Бейміле платформасының YouTube каналы және де мен Саяжан Құдайберген. ОБТ-ның басталғанына біраз уақыт өтті, тіпті бітуіне санаулы уақыт қалды. Сол уақыт аралығында ОБТ-ға дайындықта керек топ 10 кеңес ұсынамыз. Ендеше кеттік. Бірінші кеңес аз-аздан үздіксіз. Осы уақытқа дейін қалай дайындалдыңыз, сол дайындықты тоқтатпаңыз. Екінші кеңес жоспар құрыңыз. Жоспарға енген іс орындалады. Оның үстіне жоспар сенің уақытыңды үнемдейді. Оның құрамына демалу, достарымен кездесу, хобби, спортқа орын бөлу керек. Үшінші кеңес сынақ емтиханын тапсыр. Сынақ емтиханын жиі тапсырған сайын шынайы емтиханнан қорқынышың азаяды. Төртінші кеңес үзіліс, таза ауа және дене шынықтыру. 15 минут серуеннің өзі денеге мықты демалыс сыйлайды. Қанның капиллярға жеткізіп, оттегімен байытады. Уайымды жойып, сенімділікті арттырады. Бесінші кеңес өз-өзіңізге сенімді болыңыз. Бостан-босқа қобалжып, уайымдаудың керегі жоқ. Тест қаншалықты қиын болғанмен ол мектеп бағдарламасынан еш ауытқымайды. Сондықтан да сұрақтардың басым бөлігін дұрыс жауап бере алатыныңызға сенімді болыңыз. Атақты Шерлок Холмс сияқты миыңызды аздап қимылдатсаңыз болғаны, қандай қиындықты да жеңіп шығасыз. Алтыншы кеңес уайымдама. Уайым мәселеңді шешпейді, тек қана мазаңдалады. Сондықтан көп уайымдаудың қажеті жоқ. Жетінші кеңес жалпы ОБТ-да келіп жатқан сұрақтарды қарап, сол сұрақтарға байланысты нұсқа талда. Сегізінші кеңес ОБТ-ға бір күн қалғанда дайындығыңды күшейтудің қажеті жоқ. Себебі бір күн ештеңені шешпейді. Тоғызыншы кеңес жалқау болмаңыз. Жалқаулық сіздің дайындығыңызды баяулатады. Ал ең соңғы 10-шы кеңес күн сайын ерте жатып, ерте тұрғаныңыз дұрыс. Ал ОБТ тапсыратыннан бір күн бұрын міндетті түрде ерте жату керек. Кейде кеш жатып сабақ оқитын кездер болады. Алайда мұндай күндердің санын қысқарту керек. Видео пайдалы болса, достарыңа жібер. Лайк басып, тіркелуді ұмытпа. Сіздермен бірге болған Бейміле платформасы YouTube каналы және де мен Саяжан Құдайберген. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.